Енді Алла қаласа, енді алғашқы жұмысымызды Алла ризалығы үшін деп, осындай кішкентай балаларды қуантайық деп, және мүмкіндігі шектеулі балаларды қуантамыз деп, осындай кішкентай дорбамызды дайындап жатырмыз. Біз енді жақсыған екеуміз болған жерде сыйлық мелік болмайтын болғандықтан бұл жерде біз жай ғана бичілік істеп қана тұрамыз. Мүмкіндігі шектеулі балаларға қайырымдылық жасап, үлкен бір сауап, бұда да мұсылмандық парыз. Қуанып отырмыз, қазір бәріміз бас қосып сол кемшілігімізді, артықшылығымызды айтын жерде талқылап отырмыз өзіміз. Анда біздің жетекшілер отырады. Сол енді қазір бәріне сұхбат жасай. Сәлем достар, сендермен бірге Jacksrap Mind. Бүгінгі видеомызда біз балаларға сыйлық тарататын боламыз. Бұл қандай сыйлық десеңіздер, алдында белгілі, яғни балалар күні өлгейде коронавирус шықты деген жайтпен балалар күні нетіп қалған болатын, тойданбай қалған болатын. Сондықтан біздің осы балаларға сыйлық тарату жоспарымыз кері шегерілген болатын. Соны бүгін қолға алып жатырмыз. Яғни Залучтен көкжілен зөгілділ деген жаңадан ашылған ұйым. Яғни жастар көркею, қазақшасы қалай сонда? Жастар даму орталығы деп аударатын шығармыз. Сол ұйым, жаңадан ашылған ұйымда мен сол мүшелікке кіргем. Сол ұйыммен бірігіп, осындай іс-шараны қолға алып жатырмыз. Сол біз аймағымызда мүмкіндігі шектеулі жалпы 100 балаға сыйлық, яғни кішкентай өзіміздің шағым сыйлығымызды таратып, балаларды қуантпақшымыз. Және де ол ұйым жайлы, және де бұл ұйымның жұмысы жайлы, және де балаларға қандай сыйлық беретініміз жайлы алда көре жатасыздар. Олай болса менімен бірге болыңыздар. Кішкене жел соғып тұр, сондықтан сөйлеу қиын, және де маскамен сөйлеу тіптен қиын. Сондықтан шамадарыңыз келгенше түсініп, менімен бірге болыңыздар. Және достар, бұл Залучтен көкжілен зөгілділ деген ұйымды арғарата толық таныстыратын болам. Ал енді біздің ертеңгі тарататын сыйлығымызды жалпы үйлестіріп, қай жерде ыңғайлап сол нетіп жатқанын қазір көрсететін болам. Бұл әрине сол Залучтен көкжілен зөгілділ деген ұйымның мүшелікке алынған бір әпкеміздің, яғни дүкенінде сол сыйлықтар дайындалып жатыр. Сол сыйлықтар қалай дайындалып жатыр, және де сол жерде адамдардан біраз сұхбат алып, бұл ұйым жайлы, және де бұл біздің қозғалып жатқан жалпы жастарға, балаларға сыйлық беріп жатқан іс-шарамыз жайлы толығырақ білетін боласыздар. Багтаа юм шиг санагдсан. Тэгэхээр одоо манай аймагт ч юм уу ингээд хаан ч гэсэн одоо ингээд хідэн залуучууд нэгдээд альва нэг үйл ажиллагаа явуулдаг гэвэл хүмүүс ингээд намын дэргэдэг байгууллага юм уу тэгээд улс төрийн намын сурталчилгааны одоо зориулалттай бүлгэм юм уу гэх юм уу те одоо маш олон буруугаар ойлгоод яваад байдаг. Тэгэхээр одоо манай залуучууд ер нь мэдж байгаа манай аймгийн хувьд залуучуудын хөгжлийн газар гэж байдаг. Тэрний одоо яг тэр залуучуудын хөгжлийн тэр залуучуудын байгууллагын хийж байгаа аливаа үйл ажиллагаанд ингээд хүнлэнгөөс хяналт тавих үүднээс манай зөвлөлд залуучуудын хөгжлийн зөвлөлд нэртэй байгуулагдаад байгаа. Тэгэхээр манай зөвлөлд иргэдээ ямар үйл ажиллагаа явуулдаг гэвэл улс төрийн намаас ангид нэгдүгürt улс төрийн намаас ангид хоёрдугаарт бол ямар нэг хідэн хүний хідэн зүгээр хідэн залуучуудын ашиг сонирхлын байгууллага бол биш. Бид нар одоо бидний угаас анханасаа нэгдсэн зорилго болохоор аймгийн хөгжлийн төлөө, аймгийн залуучуудын хөгжлийн төлөө
бид нар юу хийж чаддаг вэ? Залуучуудын дуу хоолой гэж ямар хүчтэй вэ? Бид нар нэгдвэл одоо ямар үр дүнд үр дүн гаргаж чадах вэ гэдэг үүднээс манай зөвлөлөөр хүйдээ байгуулагдсан байгаа. Тэгэл өнөөдрийн хувьд бол манай залуучууд өөрсдөө ингээд сайн дураараа ингээд өөрсдийн болцоо боломжоор ингээд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй жоохон боломж одоогор бол боломж нь хязгаарлагдсан бол хүүхдүүдтэй аль болох дархлаагаа сайн дэмжисэ гэдэг үүднээс ингээд битмитний цуглуулгыг одоо бид нар ингээд биелэглэх гээл байж гэн. Энэ бүгд бол ардаа бол ямар нэгэн санхүүжилт байхгүй. Энэ бүгд бол ингээд залуучуудын сайн дурын үйл ажиллагаа байгаа. Хайрлы күн барлықтарыңызға бүгінгі күннің жағын сәлем жолдаймыз. Біз және сол құралай таныстырып кеткендей біздің өзіміздің 25 мүшеміз осындай бір үлкен топ құрғанбыз. Жастар үшін жұмыс істейміз деп, соның енді алғашқы жұмысын біз Алла ризалығы үшін деп осы бір мүмкіндігі шектеулі 100 балаға осы қуантайық деп өз атымыздан және 25 мүшеміздің арасынан кішкентай қаражатымыз жинап, және сыйлық дейміз ғой, кішкентай дорбамызды дайындап жатырмыз. Енді Алла қаласа ертеңдер біз оны табыстайтын боламыз. Ол балалардың бізге тізімдері де келген. Сондықтан енді осындай жұмысты біз ешқандай өз еркімізбен жасап жатқандықтан барлық жастар болса және бірігіп жұмыстаймын деген студенттеріміз болса және барлықтарымызды шақырамыз. Сонымен қатар бізде ешқандай офис, әзіргі жағдайда офис ешқандай құрылыс отыратын орын жоқ болғандықтан өзіміздің және міне осы жерде менің мысалы делгөрім бар, бәрін дүкенім бар, бәріңіздеріңіз білесіздер, Мирашоп деген. Соның жанына келіп, яғни осы бір алаңға өзіміз өз еркімізбен келіп, және заттарымызды алып, міне дорбамызды дайындап жатырмыз. Енді Алла қаласа, енді алғашқы жұмысымызды Алла ризалығы үшін деп, осындай кішкентай балаларды қуантайық деп, және мүмкіндігі шектеулі балаларды қуантамыз деп, осындай кішкентай дорбамызды дайындап жатырмыз. Монгол улс даяараа залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулагдаад байгаа. Тэгвэл манай Баян-Улгийн аймгийн залуучуудын хөгжлийн зөвлөл өнгөрсөн 7 хоног байгуулагдсан. Бид нар байгуулагдсанхаа хамгийн эхний ажил маань өнгөрсөн хүүхдийн баяраар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд баярлуулах боловч цаг үе нөхцөл байдлаас болоод баярлуулж чадаагүй. Одоо ингээ манай гишүүд маань ингээ бэлгээ бэлдэж байгаа. Манай залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн гишүүд өөрсдийнхөө санаачлагаар ингээ сайн дурын үйл ажиллагаагаа эхэлж байгаа. Цаашдаа бид нар залуучууд руу болон хүүхэд рүү чиглэсэн маш олон үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх болно. Сар болгон төрөл бүрийн аян болон тийм болохоор бусад залуучуудыг манай Баян-Улгийн аймгийн залуучуудын хөгжлийн зөвлөл пэйж хуудасд нэгдэхийг уриалж байна. Хамтарч ажиллах хүсэлтэй залуучууд байвал бидэнтэй нэгдээрэй. Үүд хаалга маань нээлттэй байгаа шүү. Сәлем достар, барлықтарыңызға бүгін кешін сәлем жолдаймын. Мен өзім Шөшем болады, есімім бәріңіз танитын шығарсыздар. Біздің мына Жакс ағам, Қинаш ағам біздің аймағымыздың үлкен адам, өзіміз аға әпкелеріміз осылай жастарды, балаларды қуанту мақсатында мынандай бір сыйлықтар дайындап жатыр екен. Барлықтарына енді әмжілт. Йоу, достар, біз осылай тұрмыз. Жаңа жүзін айтпақшы, біздің ешқандай қолымыздан бір келетін сыйлықтарды да бір бола алмайды екенбіз. Содан кейін видео алып қана тұрмыз. Басқа сол 100 балаға сыйлық таратамыз. Мұғалімдеріңіз бар ма? Бар дегенде мына күшілменен біз бір мұғалімді қазір 10 балаға сабақ үйреткен үшін керек емес. Неше күн жүріп тұр? Мына біз жүргізіп тұруға ковидтен кейін қойып қойғанбыз қазір. Жүргізіп тұрса бізге уақытын айтыңыз. Жүрмек енді. Мен жүргіземіз. Мен көктеп қалғанмын. Көктеп қалғанмын. Зайын шектаса жүрмеймін.
Бексұлтан деген кесіңіздер. Және де жас мұғалімдердің өкілі біздің ұйымның жаңағы төрағасының орынбасары Айсұлу ханым, және де жас мұғалімдердің өкілі ретінде Құралай ханым, және де жастар жаңағы бизнес саласы және де өзінің нефть саласының өкілі Сеніш, және де жастардың жаңа тауысып келген жастар өкілі біздің ұйымның хатшысы Күнсұлу, және де бізбен бірге жұмыстап жүрген бейресми ұйым өкілі Ханқұртов, және де әнші өнер саласының мүшесі Бержан, және де Құнаш Про деген жастар біріккен бірлестігінің мүшесі Жансейік, және де мына жерде сіздерді қуантып тұрған жігітіміз Джакс деген іс-шара өткізіп кету маңызды емес. Алла қаласа біз осы кеңесімізбен кезіге отырып, жастар жаңағы волонтерлық жұмыс деп айтамыз. Өзіміз уақытымызды, уақыт бөлісімізге қарай, жаңағы бес күнде жастарымыз қай күні келіп осы орталықтың іс жұмысына көмегін тигізе алады, сондай бір іс жұмыс ойлап, жаңағы қалай бірігіп жұмыстау жайлы. Әлде де осы орталықтың жетекшісі Ерлан мырзамен ақылдаса отырып, сондай бір жұмыс жүргіземіз деген ойдамыз. Алла қаласа ол жұмыстарда орындалады деген ойдамыз. Барлығымыз сіздерге көп болсын. Барлығымыз енді бірнеше минут болса да алады, балаларыңызды билетіп, ойнатып, сыйлық сияпатын алып, мінекеңіздер бұл баладар 100-ден астам балаға сыйлық береді. Қазір келіп отырған сіздерді біз әтей ашылу салтанатына бүйтіп әкеліп отырмыз. Қазір енді сағат-менен бүйтіп 10-нан 15-тен бүйтіп шақыра береміз. Сондықтан бұл жай мына жердегі сіздерге ғана арналған емес, аймағымыздың орталығындағы барлық мүмкіндік шектеулі балаларға осындай сыйлық беріледі. Рахмет барлықтарыңа. Ассалаумағалейкум, Джакс Проның тыңдармандары, оқырмандары. Бүгінгі күннің жалын сәлем жолдаймыз. Біз бүгін міне өзіміздің өлкеміздің қазақ жастары бар. Мүмкіндік шектеулі балаларға қайырымдылық жасап, үлкен бір сауап, бұл да мұсылмандық парыз. Қуанып отырмыз, қазір бәріміз бас қосып сол кемшілігімізді, артықшылығымызды айтқан жерде талқылап отырмыз. Өзіміз анда біздің жетекшілер отырады. Сол енді қазір бәріне сұхбат жасайы. Байнөлгедегі көпшілім бірсілді фухтутин сондай бір ұйым бар екен. Сол ұйымға балалар күнімен құттықтап, сол балаларды кішкентай болса да қуантып, осы Байөлге әмеге зөйлі деген осындай жаңадан құралған ұйымымызбен сөйтіп балаларды қуантып қайтқан жайымыз бар. Сол іс-шарадан кейінгі қайтып келіп, осы жерде мына жерде бір чайханада бір чай ішіп, тағы да мәселе әңгімелерді айту үшін үстіп отырған жайымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар.